Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 27-ші сабақ білімді бала тақырыбын өтетін боламыз. Бізге берілген бірінші тапсырма білімді бала қандай болу керек? Білімді бала еңбексүйгіш, мейірімді, тәртіпті және де ақылды болуы керек. Міржақып Дулатұлы, ақын, жазушы. Қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданының Қызбел ауылында дүниеге келген. Шығармаларында жастарды оқуға, ғылыммен айналысуға, еңбек етуге шақырады. Міржақып Дулатов 1885 жылы дүниеге келіп, 1935 жылы дүниеден озған. Екінші тапсырма түсініп оқы. Оқымысты бала. Бір бала қалада оқып, жазғытұры ауылына келді. Әкесі: балам, енді шөп шабатын мезгіл жақындады. Қолыңа тырнау шал. Мен шапқан шөпті жинап, жәрдеміңді тигіз деді. Баланың жұмыс қылғысы келмейді. Мен әртүрлі ғылымдар оқып қайттым. Қазақтың сөздерін ұмыттым. Тырнауыш деген не нәрсе деді. Осы сөзді айтып, тысқа шыққаны сол еді. Жатқан тырнауыштың басын байқамай аяғымен басып қалды. Сабы тақ етіп маңдайына тиді. Сонда ғына тырнауыштың не нәрсе екені есіне түсті. Маңдайын сипалап тұрып: тырнауышты аяқ астына тастаған несі? Деп ашуланды. Мәтіннің авторы Міржақып Дулатұлы. Анықта. Үшінші тапсырма оқиға жылдың қай мезгілінде болған? Оқиға жазғытұры мезгілде болды. Дәлелде. Төртінші тапсырма бала шынымен тырнауышты ұмытуы мүмкін бе? Жоқ, балалар. Ол бала жұмыс істегісі келмей, өтірік тырнауышты ұмытып қалды, иә? Бала тырнаушты қалай есіне түсірді? Бала тырнауыштың басын басып қалған кезде оның сабы маңдайына тиді. Сол кезде ол тырнауыштың есіне түсірді, иә? Бесінші тапсырма адамның еңбегін жеңілдететін құралдардың атын жаз. Бірінші кір жуғыш машине, екінші компьютер, үшінші шаңсорғыш, төртінші дрон. Алтыншы тапсырма қорытындыла. Кейіпкердің бойындағы жағымсыз мінез құлықтарды анықта. Балалар, кейіпкердің бойында еріншектік, жалқаулық, өтірік айту сияқты жағымсыз мінез құлықтарды байқадық, иә? Үй тапсырмасы. Тұрмыста пайдаланатын еңбек құралдарының бірінің суретін сал.